Қайырлы күн, құрметті журналистер, әріптестер, бәйтерек ұлттық басқарушы холдингіне қош келдіңіздер. Бүгінгі брифингке қатысып отырғандарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Өздеріңіз білетіндей, бәйтерек холдингі еліміздің жетекші даму институттарының бірі. Біз ұлттық экономиканы қолдауға бағытталған бірқатар стратегиялық міндеттерді жүзеге асырудамыз. Атап айтқанда, кәсіпкерлерге қолдау көрсету, экспорттаушыларды қолдау, халықты қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету. Холдинг қызметінің маңызды бағыттарының бірі агроөнеркәсіп кешенін дамыту. Бұл салада біз отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге қолдау көрсетеміз. Бұл міндетті холдингке қатысты аграрлық несие корпорациясы мен Қазагроқаржы еншілес ұйымдары жүзеге асыруда. Әрқайсысы өз бағыты бойынша агроөнеркәсіп секторын кешенді әрі тиімді сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Бүгін бәйтерек холдингі алдында агроөнеркәсіп кешені субъектілерін 1 триллион теңге көлемінде қаржыландыру жөнінде ауқымды міндет тұр. Оның 750 миллиард теңгесі аграрлық несие корпорациясы арқылы несие түрінде берілсе, 250 миллиард теңге Қазагроқаржы арқылы лизингтік бағдарламалар бойынша қаржыландырылады. Бүгінгі күні аграрлық несие корпорациясы бойынша 555 миллиард теңге бөлінсе, Қазагроқаржы бойынша 236 миллиард теңге бөлінді. Бұл шынымен өте ауқымды қаражат, және оны іске асыру үшін барлық қолжетімді арналар пайдалануда. Алдымен бұл аграрлық несие корпорациясы мен Қазагроқаржының өңірлік филиалдары, сонымен қатар екінші деңгейлі банктер, несиелік серіктестер, әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар, микроқаржы ұйымдар және өңірлік инвестициялық орталықтар белсенді жұмыс істеуде. Ағымды жылы фермерлерден түскен өтінімдерді ескере отырып, бұл қаражат толық көлемінде игерілетін болады. Қазіргі таңда аграрлық несие корпорациясы 5 бағдарламаны жүзеге асырады. Кең дала және кең дала 2 бағдарламалары көктемгі егіс және күзгі жинау жұмыстарына арналған. Пайыздық мөлшерлемесі жылына 5% құрайды. Сонымен қатар, айналым қаражатын толықтыруға бағытталған агробизнес бағдарламасы бар. Субсидия арқылы фермер үшін пайыздық мөлшерлеме 6% құрайды. Бұдан бөлек субсидия қарастырылмаған агробизнес 2.0 атты бағдарламасы бойынша қаражат 12.6% мөлшерлемемен беріледі. Ал іскер бағдарламасы шағын бизнесті дамытуға арналған және 6% мөлшерлемемен беріледі. 25 жылдың 1 қазанына дейін осы бағдарламалар аясында ауыл шаруашылығы саласындағы 12 мыңға жуық өндірушіге 882 миллиард теңге көлемінде қолдау көрсетілді. Тағы бір маңызды бағыт – ол ауыл шаруашылығы техникасын жаңарту. 25 жылдан бастап Қазагроқаржы арқылы 236,2 миллиард теңгеге 9,5 мыңнан астам ауыл шаруашылығы техникасы қаржыландырылған. Оның ішінде жылдық 5% жеңілдік мөлшерлемесі бойынша 201 миллиард теңге көлемінде 8 мыңнан астам техникасы сатып алынды. Бұл әсіресе шағын және орта шаруашылықтар үшін үлкен көмек. Енді брифингіміздің негізгі тақырыбына көшуге рұқсат етіңіздер. Бүгін талқылайтын мәселеміз ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерді қолдаудың негізі құралдарының бірі – ол кең дала бағдарламасы. Кең дала 2 бағдарламасы. Бұл бағдарлама аграрлық несие корпорация арқылы жүзеге асырылады және ауыл кәсіпкерлеріне қаржылық көмек көрсетіледі. Бағдарлама ағымдағы жылдың 1 қазанында іске қосылды. Айта кету керек, бұл өткен жылмен салыстырғанда 1 айға бұрын басталып отыр. Мұндай шешім мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес қабылданды. Басты мақсат фермерлерге келер жылғы көктемгі дала жұмыстарына ертерек дайындалуға мүмкіндік беру. Яғни олар қажет қаржыны алдын ала алып, жұмысын уақытында бастап,
бастай алады. Бұл ауыл шаруашылығын дамытуға және еңбек өнімділігін арттыруға жасалған нақты қадамдардың бірі. Нақтырақ айтсақ, мұндай шара аграрийлерге күзде арзандатылған бағамен жанар-жағар май, тұқым мен тыңайтқышты сатып алуына және техникасын жөндеуге мүмкіндік береді. Нәтижесінде егіс жұмыстары сапалы жүргізіліп, өнім көлемі және фермер табысы артады. Бағдарламаның қаржыландыру көлемі жыл сайын артып келеді. Егер 23 жылы кең дала бағдарламасына 140 миллиард теңге бөлінсе, 24 жылы бұл сома 321,5 миллиард теңгеге жетті. Ал биылғы жылғы көктемгі егіс және күзгі жинау жұмыстарына бөлінген қаржы 500 миллиардтан асты. Агроөнеркәсіп секторында жеңілдетілген қаржыландыруға деген сұраныс та артып келеді. Егер 23 жылы осы бағдарлама бойынша шамамен 3,8 мың фермерге қолдау көрсетілсе, 24 жылы бұл көрсеткіш 5 мыңнан асты. Ал ағымдағы жылы 8 мыңға жуық фермерлер осы мүмкіндікті пайдалана алды. Бұл бағдарламаның тиімділігі мен және қажеттілігін айқындайтын дәлел. Енді осы бағдарлама бойынша жеңілдетілген қаржыландыруды қалай алуға болады? Кең дала 2 бағдарламасының шарттары өте қолжетімді. Біріншіден, пайыздық мөлшерлемесі 5% құрайды. Бұл нарықтағы жағдаймен салыстырғанда өте тиімді. Екіншіден, егер фермердің кепілдік мүлкі жеткіліксіз болса, бағдарлама бойынша холдингтің еншілес ұйымы даму, кәсіпкерлікті дамыту қоры арқылы несие соманың 85%-на дейін кепілдік алуға болады. Бұл ретте фермер даму қорына бармайды. Кепілдікті тікелей аграрлық несие корпорациясының филиалынан рәсімдеуге болады. Үшіншіден, бұрын несиелер қысқа мерзімге беріліп, және оны 1 желтоқсанға дейін жабу керек болатын. Ал қазір несие қайтару мерзімі ұзартылды. Атап айтқанда, алынған несиенің 50%-ын 1 желтоқсанға дейін, ал қалған 50%-ын келесі жылдың 1 наурызына дейін өтеуге болады. Мысалы, фермер 25 жылғы қарашада 26 жылдың көктемгі егіс жұмыстарына қаржы алдық дейік. Бұл жағдайда несие сомасының бірінші жартысын 26 жылғы 1 желтоқсанға дейін, ал қалған бөлігін 27 жылғы 1 наурызға дейін өтеуге тиіс. Бұл фермерлер үшін өте тиімді мүмкіндік, өйткені олар өз өнімін жоғары бағаға сатқаннан кейін алған несиені қайтаруға болады. Өтінімдер жоғарыда айтылғандай келесі ұйымдар арқылы қабылданады. Қайталап кетейін: аграрлық несие корпорациясының өңірлік филиалдары, несие серіктестіктері, екінші деңгейлі банктер, әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар, өңірлік инвестициялық орталықтар, микроқаржы ұйымдар. Мұндай қаржыландыру тетігінің әртүрлі болуы ауыл шаруашылығы өнім өндірушілерге еліміздің барлық өңірлерінде жедел қолдау көрсетуге мүмкіндік береді. Қажет болғанда фермерлер жергілікті жерде кеңестік көмек ала алады. Өтінім беру процесі де өте қарапайым және небәрі 3 қадамнан тұрады. Кепілдік мүлікті таңдау, несие шарттарын таңдау, қажетті құжаттарды тіркеу. Құжаттардың толық тізімімен agrokredit.kz ресми сайтында танысуға болады. Сондай-ақ өтінімді agronесие.kz порталы арқылы онлайн режимде немесе агрокредит қосымшасында, мобильді қосымшасында арқылы беруге болады. Өтінім аграрлық несие корпорациясының берілген маманы арқылы қаралады. Құжаттар алдын ала қаралған соң, клиент корпорациясының филиалына шақырылып, келісім шартқа қол қою жұмыстары жүргізіледі. Толық ақпаратты agrokredit.kz сайтында және кол орталығының 5353 нөмірі арқылы алуға болады. Ауыл шаруашылығы маусымын алдын ала жоспарлап, тиімді жұмыс істеу үшін ерте қаржыландырудың маңызы зор. Сондықтан холдинг өз еншілес компанияларымен бірлесіп, фермерлердің нақты қажеттілігіне бейімделген қаржы өнімдерін шарттарын жетілдіріп, қолдау бағдарламаларын үнемі жаңартып тұрады. Сонымен қатар еліміздің түкпір-түкпіріндегі ауыл шаруашылығы өндірушілері үшін қаржыландырудың қолжетімдігін кеңейтуде жалғастыруда.
Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді қолдау бұл ең алдымен азық түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, өңірлердің тұрақты дамуы мен мыңдаған қазақстандық отбасының әл-ауқаты мәселесі. Қорытындай келе, барлық қызығушылық танытқан фермерлер қажетті қолдау алу үшін аграрлық несие корпорациясына хабарласа алады. Бәйтерек холдингі және оның еншілес компаниялары әрдайым қолдау көрсетуге дайын.